Негізінен бұл әңгімені біреудің көңіліне тиейінші деп емес, керісінше осы піштіруші әйелдерге жаным ашығандықтан көмектесейінші деген ниетте айтамын. Себебі осы піштіруші типтегі әйелдер өзін ең бақытсыз сезінетін қауым. Негізі бұларда барлығы бар. Елге мақтанып көрсете алатын әп-әдемі сымбатты образованный күйеуі, жақсы жұмысы, табысы, бала шағасы, үйі жайы барлығы бар. Тіпті кейбірінде бір немесе бірнеше любовник бар. Кейбіреуіне секс мүлде қызық емес, асексуальностьпен страдать етеді. Бірақ жүректің түбінде өзіне деген махаббат жоқ. Бұны айтсаң, я люблю себя деп баж ете қалады. Бұлар мойындамайды. Бірақ жүрегіне үңіліп қарасаң, терең дыра, терең мұз жатыр. Ал енді бұл қалай пайда болды? Психосексуалды тарихына тоқталып көрсек. Ең біріншіден, әкесі алкоголизммен, шешесі неврозбен страдать еткен. Екіншіден, бұл қызы көп семьяда туылған. Как обычно, бұл семьяда бір ғана ұл болады. И назло осы ұл бала, осы піштіруші типтегі әйелмен сиблинг, яғни тетелес бауыр болады. Енді қалай басталды бұл проблема? Бұл әйелдің өзін-өзі сонша жек көруіне не әсер етті? Ең бірінші проблемасы, бұл әйел жарытып емшек ембеген. Ары кетсе 4-5 ай еміп, емшектен шығып кеткен. Бұл әйел баласы үшін өзін жек көруге жеткілікті мысал. Себебі Фрейд теориясы бойынша бала как минимум 1,5 жасқа дейін шешесін еміреніп, мейірленіп емуі керек. Себебі бүкіл әлемге деген махаббатты бала осы кезде тек мамасынан ғана сезінеді. Екінші проблемасы, Фрейд теориясы бойынша қыз бала 3 жас пен 6 жастың ортасында әкесіне бейсаналы ғашық болады. Осы кезде бессознательно шешесімен конкуренция пайда болады. И шешесі де бұны бейсаналы жек көретін сияқты көрінеді. Бұл шешесінен артық болып әкесінің вниманиясын ала алмағаны үшін ішінде ашу пайда болады. Одан кейінгі мәселе сиблинг бауырына деген бейсаналы өшпенділік. Себебі ол ұл болғандықтан ғана оны әке-шешесі бұған қарағанда көбірек жақсы көрген сияқты болып көрінеді. Сол себепті егерде мен де ұл болып туылғанымда, мен де осы сияқты махаббатқа бөленіп өсер едім деген ішінде убеждение жатыр. Одан кейін Фрейд теориясы бойынша 3 жас пен 6 жастың аралығында қыз балада зависть к пенису деген нәрсе пайда болады. Яғни ұл балада гениталиясында өзінде жоқ бір нәрсе бар екенін көргендіктен бейсаналы түрде осындай зависть пайда болады. И осыны қабылдай алған қыз бала осыған ерегісіп болса да өзі женственный, өзі нәзік, өзі әдемі болып өседі. Ал қабылдай алмағандары көрінген еркектің пенисін кесіп алуға бейсаналы құштарлық пайда болады. Себебі осы пенисі болғандықтың арқасында ғана ол сиблинг бауыры әке-шешесінің махаббатын бұдан артығырақ сезініп қойған. Енді бұл әйелдің өмір бойы іздеп таппай жүрген нәрсесі ол шешесінен артық екенін дәлелдеу, сөйтіп әкесінің вниманиясын алу. Бұл бір. Екіншіден, жаңағы сиблинг бауырынан, ұл бауырынан пенисі жоқ болса да артық екенін дәлелдеп, әке-шешесінің вниманиясын алу. Осын екеуіне қол жеткізгенде, бұл әйел өзімді жақсы көрем, өзімді бақытты сезінем деп ойлайды. Но, увы, ах. Себебі өзіңді жақсы көргеннен кейін ғана сен өзіңді бақытты сезініп бастайсың. Осознанно түрде бұл әйел әке-шешемді, бауырларымды қатты жақсы көрем деп ойлайды. Бірақ бессознательно түрде шешесіне деген өшпенділігі, әкесіне деген өшпенділігі, сиблинг бауырларына деген өшпенділігі қара қазандай. Оны ақша тауып, көбірек ақша тауып, соларға беріп, солардың жағдайын жасап, соларды өзіне бағынышты қылып, соларға дәлелдеген кезде ғана бақытты сезінем деп ойлайды. Кейбіреулері оны істеп те жүр, бірақ сонда да бақытсыз. Сонда да әр штамның астын ашып, әр еркекті піштіріп жүр. Бұндай әйелдер әйел құқығы жайлы көп әңгіме қозғайды. Тіпті кейбіреулері феминист болуы мүмкін, кейбіреулері историяларына постоянно жұмыста да істеймін, баланы да табамын, отбасын да асыраймын, бәрін істеймін, сонда еркек не істейді деген сияқты әңгімелер айтады.
яғни еркекке деген өшпенділік ішінен осылай атылап фонтан құсап тұрады. Бірақ бұны жек көріп жатқан, бұны қинап жатқан, бұны кемсітіп жатқан сыртқы әлем емес, өзі. Бұндай әйелдер күйеулерінің мойнына еркелеп асыла да алмайды. Тіпті любовниктармен де алғашқы периодта ғана сәл-пәл еркелеуі мүмкін, одан кейін қайтадан қайшысын сумаңдатып шығарып алып, оны да піштіруге көшеді. Бұлардың әдеттері. Әйел болу қиын, еркек болған дұрыс деп ойлайды. Бірақ осылай қыла тұра, бүкіл әйелдің құқығын қорғап жүрмін деп ойлай тұра, бұл әйелдің өзінде мизогиния бар. Мизогиния дегеніміз әйелдерге деген жек көрініш. Ол қашан пайда болды? Ол жаңағы әкесінің вниманиясына шешесімен бессознательно таласқан кезде пайда болды. Ал ересек кезінде тек осы паттерн қайталанып жатыр. Тек зәбір көріп жатқан әйелдерді көреді, тек қиналып жатқан әйелдерді көреді. Және бұл әйелдің бойындағы мизогинияны қалай байқауға болады, білесіздер ме? Бұндай әйелдер байына еркелей алатын, байынан керегін сұрай алатын, байынан подарка ала алатын, байымен тату-тәтті өмір сүре алатын кез келген әйелді іштей жек көріп, кемсітіп, жамандап тұрады. Ондай байына еркелей алатын әйелдер бұл әйелдердің көзіне екі жүзді, сумақай, қу түлкі, байының ана жағынан бір шығады, мына жағынан бір шығады деген сияқты жек көрініш тудырып, мизогиния тудырып отырады. Себебі бұл нәрсе өзінде жоқ бұндай бақыт. Бұндай бақытты өзі де қалайды, бірақ өз-өзіне рұқсат бере алмайды. Ал енді бұндай әйелдер өзін бақытты сезіну үшін не істеу керек? Кемі психоанализ орталығына келіп, 1 жыл тұрақты терапия алу керек. Бірақ бұлардың нарциссттік натуралары оған жібермейді. Себебі психоанализ орталығындағы көбісі әйел психологтар, ал жаңағы айтып кеткенімдей, бұлардың ішіндегі мизогиния әйелдермен жұмыс істеуге тіпті мүмкіндік бермейді. Сол себепті мені көріп отқан осы типтегі әйелдер, сендер өте бақыттысыңдар. Сендерді емдей алатын, пока что еркек жынысты жалғыз психолог менмін десем де қателеспеймін. И осы типтегі әйелдерді тартып тұратын менің ішімде магнитім бар десем де болады. Себебі менің видеомды көрген сайын сендердің іштерінде маған келгілерің келген бір сезім пайда болады. Жүректерің алдап жатқан жоқ. Мен точно көмектесе аламын сендерге. Так что бүкіл еркекке өшпенділіктеріңді арттыра бермей, бүкіл әйелге мизогиниямен қарай бермей, өз-өздеріңе бір махаббатпен қарап көріңдерші. Ал ол қолдарынан келмей жатса, маған келіңдер, мен точно көмектесе аламын. Именно осы типтегі әйелдерге точно көмектесе аламын.